Баршаңызға сәлем бердік. Сіздермен Маржан. Мен бүгін сіздермен екі түрлі самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Назарларыңызға ең бірінші тандыр самсаны үйдегі духовкада пісіруді көрсетемін. Мен мақсатым бір адамды тамақ жасап үйрету немесе бір мақтану мақсатында емес, енді қолымнан келетін нәрсені видеоға түсіріп, канал жүргізу мақсатында ашқан болатынмын. Мен бұл рецепті Юны Повардың каналынан көрдім. Ең бірінші рет әзірлеп жасап көрдім, видео түсірместен бұрын. Бірінші реттен шығады екен, өте оңай екен. Сол себепті әзірлеп көріңіздер. Ең бастысы, дәмі деген өте ерекше, тіпті бір слоеный тесто екені білінбейді. Өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Тура осы видеодан қандай көрсеңіздер, солай жасалынады. Екіншісі бұл кесе самса, қазіргі кездің бір хит тамағы. Енді бір жасап көру мақсатында бір рет жасап көрсеңіз болады, жалпы қонақтарға ұсынсаңыз болады, өте дәмді болып шығады енді. Бірақ бір тұрақты түрде жасап жеуге тандыр самсаны сіздерге ұсынар едім. Кесе самсаны ең бірінші қамыры жұмсақ болу үшін сүтке илеп аласыздар, сүт пен суды. Осылай май, жұмыртқа, шамалы майонез немесе сметана қосып жіберсеңіздер болады. Потом қамырды жұмсақ қылып илеңіздер. Жұмсақ қылып иленген болса, піскен кезде өте бір үлпілдей күшті болып тұрады. Бұның ішіне не салатындарыңызды өздеріңіз білесіздер. Мен осылай тауықтың етін, картоп, помидор, пияз салынған болатынмын. Неғұрлым начинкасын көбірек сала беріңіздер, себебі бұның суы шығып азайып қалады. Осылай кесемізді толтырып аламыз. Кейін бағана әзірлеген қамырымызды бөлшектерге бөліп, білтелеп, үстіп жаямыз. Қатты жұқа қылудың керегі жоқ, себебі бұл қытырлақ болып қалады. Бірақ енді қытырлақ қамырды ұнатам десеңіздер, жұқарақ қылып жая беріңіздер. Үстіп кесенің бетіне жауып аламыз қамырымызды. Астыңғы жақтарын қыстырып шығасыздар. Бетін әрлеу мақсатында азғандай қамыр қалдырып, бүйтіп қақпақ сияқты қылып жасасаңыздар болады. Оның бетіне ұстағыш жасасаңыздар болады. Ол өздеріңіздің еріктеріңізде жасамасаңыздар болады негізі. Жұмыртқаның сарысымен бетін жағамыз. Кейін кунжут немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді. Неғұрлым әдемі көрінген нәрсені жегенге де өте жағымды. Осындай екі самсаның рецебі сіздерге ұнады деген үміттемін. Жүректі үлпілдетіп, каналға тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.